Математика пәні тақырыбы екі таңбалы сандарды қосу және азайту алгоритмі. Бүгін сен екі таңбалы сандарды жазбаша қосып және азайтып үйренесің. Тапсырманы тыңда. Көктемде саябаққа 65 шырша мен 35 қайың отырғызылды. Саябаққа барлығы қанша ағаш отырғызылды? Барлығын табу үшін 65-ке 35-ті қосамыз. Шешімін табу үшін баған түрінде жазамыз. Бірліктер бірліктердің астына, ондықтар ондықтардың астына жазылатынын білеміз. Бірліктерді қосамыз. 5-ке 5-ті қоссақ 10. 0-ді бірліктердің астына жазамыз. 1-ді ұмытпас үшін ондықтардың үстіне жазып қоямыз. Ондықтарды қосамыз. 6 ондыққа 3 ондықты қоссақ 9 ондық. Және ойдағы 1 ондықты қоссақ 10 ондық шығады. 0-ді ондықтың астына, ал 1-ді 0-дің сол жағына жазамыз. Нәтижесі 100 болады. Кері амалды орындаймыз. 100 азайту 35. Бірліктерді бірліктердің астына, ондықтарды ондықтардың астына жазамыз. Азайтамыз. 0-ден 5-ті азайта алмаймыз. Ондықтан аламыз. Бірақ ол жерде де ондық 0-ге тең. Ендеше 100-діктен аламыз. 100-діктің үстіне нүкте қоямыз. 100-дік бұл 9 ондық және 10 бірлік. Енді кішірек 9 санын ондықтың үстіне және кішкентай 10 санын бірліктің үстіне жазып қоямыз. Ал енді бірліктерді азайтуға болады. 10-нан 5-ті азайтсақ 5. 9 ондықтан 3 ондықты азайтса 6 ондық болады. 6-ны ондықтардың астына жазамыз. 100-дік разрядында 0 қалды. Біз оны жазбаймыз. Жауапты оқимыз. 65. Дәптерімізге бүгінгі күнді жазамыз. Қарашаның 23-і үй жұмысы. Номер 3 21-ші бет. Баған түрінде жазып, есепте. Номер 4-тің асы 21-ші бет. Есептің қысқаша жазуын жазып, оны шығар. Есепті тыңда. Карате үйірмесіне 40 бала, ал баскетболға одан 12 бала кем қатысады. Ал карате мен баскетболда қанша бала болса, волейболға сонша бала қатысады. Волейбол үйірмесіне неше бала қатысады?